Сәлем баршаңызға. Бүгін біз мына бөлшекті қысқартамыз. Оны қысқарту үшін ең алдымен мына формулалармен танысып алайық. Бізде мынандай формула бар. Мысалы, А негізді, мысалы, А, оның n дәрежесі бар. Және оның жақсының сыртында m дәрежесі болса, бұл тең болады А-ның n көбейтілген m дәрежесі болады. Ал егер А-ның n дәрежесі көбейтілген А-ның m дәрежесі болса, яғни негіздері бірдей, мынауда А, мынауда, бірақ жаңағы дәрежелері екі түрлі болса, бұл жағдайда негіздері өзгермейді, бірақ жоғарысындағы дәрежелері бір-біріне қосылады. Міне. Осы ережені ұстанайық, ал мына жерге қиып әдемілеп қойып қояйық. Сыртын сызып қояйық. Міне. Осы формуланы қолданып есебімізді шығарамыз ары қарай. Мынандай ортақ бөлімді сызамыз. Енді қараңыздар, мынау бірінші біздің формулаға сәйкес, мынандай жақшаның жақша бар жерлерді жақшаны алып тастайық. Яғни мына жерінде қалай болады? 3-дің 15 дәрежесі, ал сыртындағы мынау 5, бұл мына m сияқты, яғни бір-біріне көбейтіледі. n мен m, яғни 15 пен 5-ті көбейтеміз. Мына жақта да 3-дің 12 дәрежесі көбейтілген 2. Астында дәл сол сияқты 3-дің 2 дәрежесі көбейтілген 25, көбейтілген 3-дің 3 дәрежесі көбейтілген 16. Тең, енді 15-ті 5-ке көбейтсек 75, 3-дің 75 дәрежесі көбейтілген 3-дің 12-ні 2-ке көбейтсек 24, ал астында 3-дің 2-ні 25-ке көбейтсек 50, 3-дің 50 дәрежесі көбейтілген 3-ті 16-ға көбейтсек 48, 3-дің 48 дәрежесі. Ал енді мына жерде біз мына екінші формуламызды қолданамыз, мына формуламызды, яғни негіздері бірдей, мына жерде негіздері бірдей, яғни 3, 3, яғни төбедегі дәрежелер қосылады. Сонда 3-дің 75 қосылған 24 дәрежесі, ал астында 3-дің 50 дәрежесі қосылған 48 дәрежесі. Мына жерге мен жаза берейін. Тең 75-ке 24-ті қоссақ 3-дің 99 дәрежесі, ал 50-ге 48 болса 3-дің 98 дәрежесі. Енді қараңыздар, 99-ды біз дәл мынау сияқты қылып жасақ болады, былай. 3-дің 98 дәрежесі қосылған 1 деп, 3-дің 98 дәрежесі. Сонда мынау қосындыны былай көбейтінді қылып жасақ болады. 3-дің 98 көбейтілген 3, нере 1 дәреже жазылмайды. Астында 3-дің 98 дәрежесі. Сонда 98 мен 98 дәрежелі 3 қысқарып кетеді. Сонда жауабы 3 қалады. Есептің жауабы 3. Жазып қояйық. Есебіміз өте оңай. Тағы да осындай бір есепті шығарып көрейік. Міне мен тағы бір есеп жазып алдым. Қараңыздар, мына жерде 13-дің 5 дәрежесі жақсан ішінде, сыртында 11. Дәл мынау алдыңғы есеп сияқты мынау формуланы қолданып жақшаларды ашып тастайық. Сонда 13-дің 5 дәрежесі көбейту болады, көбейтілген 11, көбейтілген 13-дің 4 дәрежесі көбейтілген 10. Ал мына жерде 13-дің 47 дәрежесі көбейтілген 2 болады. Сонда 13-ті 5-ті 11-ге көбейтсек 55. 13-дің 55 дәрежесі көбейтілген 13-дің 40 дәрежесі. Астында 13-дің 47-ні 2-ге көбейтсе 94, 94 дәрежесі. Сонда 55-ке 40-ты қосып жазамыз. Мына екінші форманы пайдаланып, яғни негіздері бірдей, яғни дәрежелер көбейтіледі. 13-дің 55 қосылған 40 дәрежесі.
ал астында 13-тің 94 дәрежесі. Ары қарай жазайын, тең 55-ке 40-ты қоссақ 13-тің 95 дәрежесі, ал астында 13-тің 94 дәрежесі. Дәл алдыңғы есептегідей 13-тің 94 дәрежесі қосылған 1 деп жазайық, ал мынаны 13-тің 94 дәрежесі дейік. Сонда болады 13-тің 94 дәрежесі көбейтілген 13, яғни 1 жазылмайды мына жерде. Астында 13-тің 94 дәрежесі. Сонда мына қысқарады, жауабы 13. Есебіміз шықты, ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын. Мынау екі формуланы қолданып үйрендік біз. Рахмет, сау болыңыздар.